Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Біз бүгін ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабағын жалғастыратын боламыз. Бұған дейін біз 3 сабақты өттік. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, алда көптеген сабақтар болады. Бұған дейінгі сабақтарда біз ағылшын алфавитін, жалпы дауыстылардың, дауыссыздардың қандай түрлері болады, қалай дыбысталады, соны өткен болатынбыз. Ал енді бүгінгі сабақта біз дауыссыз дыбыстардың қалай дыбысталатынын, яғни жан жағында қандай әріп келсе, соған байланысты қалай өзгеретінін үйренетін боламыз. Слайдқа назар аударайық. Жалпы ағылшын тілінде дыбысталу нұсқасы біреу ғана болатын дауыссыз дыбыстар бар. Олар қандай? Астындағы дауыссыздарға назар аударайық. Яғни ағылшын тіліндегі дауыссыз дыбыстардың көпшілігінде дыбысталу нұсқасы біреу ақ болады. Яғни бір түрлі ғана болып дыбысталады. Бұл олардың айтылуының басқа нұсқалары жоқ екенін білдіреді, және көрші әріптерге қарамастан олар өзгермейді, және олардың транскрипциясы бірдей болады. Яғни орысша айтқан кезде согласные с одним вариантом произношения. Ең бірінші әріпіміз би. Би әріпі әрдайым би болып оқылады. Қасында қандай дауысты келсін, дауыссыз келсін, өзгермейді. Би дәл солай би болып оқылады әрдайым. Мысалы, би деген сөзді алатын болсақ, ара деген мағынаны білдіреді. Жазылуы B-E-E. Немесе baby деген сөзді алатын болсақ, сәби деген сөз, мұнда б әріпі өзгерген жоқ. Келесі L әріпі ағылшын тілінде әрдайым L болып оқылады. Lemon деген сөзді алып қарайтын болсақ, бұл жерде әрдайым L болып оқылады. Келесі M әріпі әрдайым M болып оқылады. Mother, mom деген сөздерде M өзгермейді. N әріпі әрдайым N қалай тұр, дәл солай болып оқылады. Мысалы, noun, name деген сөздер. D әріпі әрдайым D болып оқылады. Dad, they. Q деген әріп көптеген жағдайларда, жақшаның ішінде тұрған бұл транскрипция. K және W, Q деп оқылады. Келесі K әріпі жай ғана қарапайым K болып, бүкіл сөздерде К болып оқылады. P әріпі әрдайым P деген дыбысты береді. T әріпі альвеоларный деген бұл, яғни альвеолаға байланысты дыбысталатын сөз деген сөз. Алдыңғы сабақты қаласақ, біз соның барлығы альвеола дегенне, жалпы голосовые связки дегенне ағылшынмен қалай байланысы бар, соны алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Сол 3-ші сабақтың видеосын қарасаңыздар болады. T әрдайым T болып оқылады. F әріпі әрдайым F болып оқылады. Мысалы, father, funny деген сөздер. H әріпі әдетте Х болып оқылады. How, hi, не болмаса hello деген сөздерде. Ал кейбір жағдайлар бар. Х әріпі, мысалы, hour деген, сағат деген сөзде Х әріпі түсіп қалып оқылатын жағдайлар бар. Оны кейінгі сабақтарда сіздерге түсіндіріп өтемін. Z әріпі әрдайым Z болып оқылады. Zebra. V әріпі әрдайым V болып оқылады. Viola, violet деген сөздерде. J әріпі әрдайым бізде жақшаның ішінде транскрипцияда тұрған D және Ж екеуі қосылған кезде J болады. Яғни J әріпі бізде әрдайым J болып оқылады. Енді екінші нұсқаға назар аударайық. Дыбысталу нұсқасы екі түрлі дауыссыз дыбыстар бар. Олар қандай? Яғни ағылшын тіліндегі кейбір дауыссыз дыбыстар дыбысталуы екі түрлі болып келеді. Ол неге байланысты? Оның жан жағында көрші тұрған әріптерге байланысты. Ең бірінші J әріпін қарайық. J дегеніміз, бұл ең алдымен транскрипцияда тұрғандай G болып оқылады. Бұның алдында бағана дыбысталған J әріпі болды ғой. Сол сияқты G болып оқылады. Егер ол дауысты I, E және Y деген әріптердің алдында тұрса, J болып оқылады. Ал басқа жағдайлардың барлығында G болып оқылады. Мәселен, game деген сөзді алайық. Бұл game деген сөзде G әріпінен кейін A тұр, яғни G болып оқылады. Ал егер одан кейін G-дан кейін I әріпі, мәселен,
giant деген сөзді алатын болсақ, гигантский, иә, ол жерде и әріпі тұр, G болып оқылады. Мысалдарды кейінірек сіздерге бөлек тағы келесі видеода көрсетемін. C әріпі алфавитте үшінші тұратын әріп. Бұл I, E және Y дауысты әріптерінің алдында келетін болса, S болып оқылады. Ал басқа дауысты дыбыстардың алдында тұрса, К болып оқылады. Түсінікті ғой, иә? I, E, Y-дың алдында келсе S болады, ал басқа дауыстылардың алдында К болады. Келесі S әріпі сөздің басында, не болмаса басқа дауыссызбен көршілес болып сөздің ортасында келсе S болып оқылады. Ал егер S әріпі екі дауыстының ортасында тұрса, не болмаса сөздің соңында басқа ұяң дауыссыздардың қасында тұрса Z болып оқылады. Келесі X. GZ деп оқылады, егер GZ, мысалы auxiliary verbs деген сөздерде X дегеніміз GZ болып оқылды. Ол егер оның алдында, яғни екпін түсетін дауысты дыбыстың алдында тұрса, GZ болып оқылады. Ал басқа жағдайлардың бәрінде X болып оқылады. R әріпі сөздің басында R болып оқылады, ал сөздің соңына келген кезде ол мүлдем оқылмай тастап кетеді. Бұның барлығына сіздерге мысалды келесі видеода жақсылап түсіндіретін боламын. Келесі слайдқа назар аударайық. Ал енді ағылшын тілінде мүлдем дыбысталмайтын дауыссыз дыбыстар бар. Олар қандай? Яғни кейбір буквосочетание деп тұр ғой мұнда слайдта. Яғни сөздердің құрылымында мынандай дауысты сөздер қатар келген сөздердегі әріптер қатар келген кезде мынау дауыссыздар оқылмай түсіп қалады. Бірінші B әріпі. BT және MB, яғни T және M әріптерімен қатарлас келген кезде B әріпі оқылмай түсіп қалады. Мысалы, climb деген сөз, соңында негізі B бар, climb болып оқылуы мүмкін ғой, бірақ ол түсіп қалды да B, climb болып оқылады. Келесі C әріпі. K әріпімен көршілес келген кезде, яғни CK болып парада келген кезде, жұп-жұп болып келген кезде, мысалы, clock деген әріп, онда C әріпі түсіп қалды, тек К-ны ғана оқыдық. Яғни сағат деген сөз clock. Келесі C әріпі S әріпімен қатар келген кезде жұп болып, не болмаса E, I, Y әріптерінің алдында келген кезде ол әріп түсіп қалады, оқылмайды. Мысалы, мына сөзді қарайық. Scene. Scene дегеніміз сцена, сахна деген сөз. Оқыған кезде C әріпі түсіп қалды, тек қана сын оқып тұрмыз. Scene болып оқылады. Мұнда, яғни транскрипцияның ішіне назар аударамыз. Келесі G әріпі N және M әріптерімен қатарлас келген кезде оқылмай түсіп қалады. Мысалы, мынау paradigm деген сөзді қарайық. Мысалы, орыс тілінде парадигма Г оқылып тұр ғой, ал ағылшын тілінде paradigm Г оқылмай Г түсіп қалды, paradigm болып оқимыз. Келесі Г әріпі I, G, H, яғни оның алдында I және соңында H әріпі үшеуі қатарлас келген кезде G әріпі оқылмайды. Мысалы, мынау күрес деген сөзді алып қарайық. Fight. Fight дегеніміз борьба деген сөз. Бұл жерде L әріпі артық жазылып кеткен. Fight деген кезде бірден тын оқып кеттік, мынау G және H әріптері оқылмай қалып кетті. K әріпі N әріпімен қатарлас келген кезде оқылмайды. Мысалы, not. Not деген сөз. К оқылмай қалды басындағы, түсіп қалады, notты ғана оқимыз. Келесі N әріпі M әріпімен қатарлас келген кезде оқылмай түсіп қалады. Autumn деген сөзді қарайық. Autumn. Көз деген сөз, иә. Келесі W әріпі қасында R әріпімен бірдей келген кезде оқылмайды, түсіп қалады. Мәселен, wreck, write деген сөздерді қарайтын болсақ, барлығының алдында W әріпі бар, ол оқылмай түсіп қалады. Ең соңында T әріпі кейбір француз тілінен енген сөздердің соңында кездеседі және ол оқылмай түсіп қалады. Мәселен, мынау букет деген сөз, француз тілінен енген сөз, соңында Т әріпі бар, бірақ Т-ны оқымаймыз, түсіп қаламыз. Букей болып оқылады. Букет демейміз, букей деп оқимыз. Жай ғана
оларды жаттап алу керек. Өздеріңізге бір жерге дәптерге жазып алып жаттап жүрсеңіздер есте жақсы қалады. Достар, келесі видеода тағы да осы сабақты одан ары қарай түсіндіру үшін тереңірек сіздерге мысалын көрсетемін және біраз тапсырмалар беремін. Ал бұл видеода сіздерді жалпы дауыссыздардың дыбысталуымен таныстырып өттім. Бүгінге осымен сабақ аяқталды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліңіздер, алда көптеген түрлі видеолар шығады. Лайк басыңыздар, комментарийда түсінбеген сұрақтарыңызды жазыңыздар. Қолдауларыңызға үлкен алғыс білдіремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.